Құрметті студенттер, осы видео сабақта бас бұлшықеттерін айтамыз. Бас бұлшықеттеріне келмес бұрын әуелі бас аймағының шекарасын ажыратып алайық. То есть бас аймағы төменгі жақта мойын аймағымен шектеседі. Онымен ажырататын шекарасы иектен бастаймыз. Иектен, иек төмпегі. Одан ары қарай төменгі жақтың төменгі жиегі арқылы төменгі жақ бұрышына. Төменгі жақ бұрышына, одан әрі процессус мастоидеуске және одан ары сыртқа шүйде бұдыры. Яғни бұл екеуінің арасында линия нухы супер бар. Осы деңгейден керісінше қарама-қарсы дәл осы нүктелерді айналып шығатын болсақ, осы айтылған нүктелерді қосатын сызық төменде бас аймағын мойын аймағынан шектейді. Бұл осы бас аймағының бұлшықеттері бүгінгі видео сабақта талдайтын боламыз. Сонымен бас аймағының бұлшықеттері бұл орналасуы және атқаратын қызметі функционалдық тұрғыдан екі бөлімге бөлінеді. Оның біріншісі ымдау бұлшықеттері мимикалық, екіншісі шайнау бұлшықеттері. Ымдау бұлшықеттері бұл бұлшықеттер басқа қаңқа бұлшықеттерінен бірқатар анатомиялық құрылысындағы ерекшеліктермен ажыратылады немесе ерекшеленеді. Біріншіден, ымдау бұлшықеттерінде басқа қаңқа бұлшықеттерінен айырмашылығы шандыр болмайды. Бұл бір ерекшелігі. Өйткені басқа қаңқа бұлшықеттерінің бәрінде меншікті шандырлары бар. Екіншіден, ымдау бұлшықеттері орналасуы бойынша табиғи тесіктердің айналасында орналасқан. Ол көз айналасы, көз шарасының аймағы, мұрын аймағы, ауыз аймағы, құлақ аймағы дейміз. Бұл табиғи тесіктер, бұл осы аймақтарда орналасады. Сондықтан бұл бұлшықеттер жиырылған кезде осы табиғи тесіктерді тарылтуы мүмкін немесе кеңейтеді. Бұл екінші ерекшелік. Үшіншіден, ымдау бұлшықеттері бір жақты сүйекке немесе шандырларға бекитін болса, екінші жағы міндетті түрде теріге және шырышты қабаттарға бекиді. Сондықтан бұлар жиырылған кезде, теріге бекитін жағын жиырған кезде бұл бет аймағында қатпарлар түзейді. Бұлайша айтқанда, біз кейде бұл әдебиеттік мәліметтерге сүйеніп, бұны табиғи қатпарлар түзуге қатысады деп ымдау бұлшықеттерін айта аламыз. Сондықтан бұл ымдау бұлшықеттерінің осындай бірқатар ерекшеліктері болғандықтан басқа қаңқа бұлшықеттерін ерекшелейді. Тағы бір соңғы айтатын функционалдық тұрғыдан тағы бір ерекшелігі, бұлар бір жақта теріге бекігендіктен және бұл қозғалыс аймағы болмағандықтан ымдау бұлшықеттері ешқандай буындарда қозғалыстар жасамайды. Сондықтан бұлар тек қана қатпарлар түзейтіндіктен бұны ымдау, яғни адамның көңіл күйіне қатысты болуы мүмкін болатындықтан ымдау бұлшықеттері деп атау берілген. Енді біз ымдау бұлшықеттерін тоқталайық. Ымдау бұлшықеттері орналасуы бойынша 4 топқа жіктеледі. Бірінші, бас қақпағын немесе бас күмбезінің бұлшықеттері, көз айналасының бұлшықеттері, мұрын айналасының бұлшықеттері, ауыз айналасының бұлшықеттері деп бөлінеді. Сондықтан кейбір әдебиеттерде құлақ айналасының бұлшықеттері деп те бөліп көрсетеді. Бірақ құлақ айналасының бұлшықеттері бір жағынан бас күмбезінің бұлшықеттеріне қосылып кететіндіктен осы бұлшықеттің құрамына айтылады. Енді бас күмбезінің бұлшықетін тоқтайық. Мускулус эпикраниус. Мускулус эпикраниус. Эпикраниус. Бұл бұлшықетті айтпас үшін былай айтайық. Бұның орталық бөлігі төбе аймағында сіңірлі табақша галеопневротика бар. Бұл галеопневротика жоғарғы сыртқы жағында бас терісімен тығыз бітісіп кеткен. Сондықтан тері мен галеопневротиканы ажырату мүмкін емес. Ал ол астында сүйек тұсымен болбыр байланысады. Бұл ерекшелігі мынада. Біз білеміз, бас сүйек қуысында оқып кеткен ерекшелігінде бас сүйек қорабын құрайтын сүйектер тесіктер болады. Бұл тесіктер арқылы бас сүйек үшлік веналар тері асты веналармен тесіп өтетін веналар арқылы байланыс жасайды. Сондықтан төбе аймағының зақымдалуы, егер сыдырылатын жарақаттар болатын болса, бұл осы галеопневротиканы қоса жыртылуымен, ал ол кезегінде сүйек тұсында құлақ маңының бұлшықеттері осы бас күмбезін құрайтын бұлшықеттерінің құрамына кіреді. Алдыңғы құлақ бұлшықеті мускулус аурикулярис антериор. Бұл құлақ сырғалығына жоғарғы деңгейде алдыңғы жақтан басталады да галеопневротикаға қосылып кетеді. Келесі жоғарғы құлақ бұлшықеті мускулус аурикулярис супериор. Бұл құлақ негізінен басталады жоғарғы жағынан, құлақтың шеміршекті бөлігінің негізінен. Ол да жоғары көтеріледі, галеопневротикаға қосылып кетеді.
артқы бұлшық еті, құлақтың көрініп тұрған артқы құлақ бұлшық еті, мускулус аурикулярис постериор. Бұл шүйде аймағында, бұл фация нухеден басталады. Сөйтетте алда қарай бағытталып, құлақтың шеміршекті бөлігінің негізіне артқы жағынан қосылады. Бұл бұлшық еттер жиырылған кезде алдыңғы құлақ бұлшық еті құлақ қалқанын алдыға және жоғарыға көтереді. Жоғарғы құлақ бұлшық еті жоғарыға көтереді. Ал артқы құлақ бұлшық еттер құлақ қалқанын артқа қозғайды. Осымен осы айтылған бұлшық еттер бас күмбезін құрайтын бұлшық еттердің құрамына кіреді. Келесі. Бұл көз айналасының бұлшық еттері. Көз айналасының бұлшық еттері. Көз айналасының бұлшық еттерінің ең бірінші үлкен бөлігі бұл көздің шеңберлі бұлшық еті. Мускулус арбикулярис окули. Бұл өте ауқымды, оның 3 бөлігін ажыратады. Оның бірінші ең сыртқы үлкен бөлігі бұл парс орбиталис, көз ұя бөлігі дейді. Ішкі бөлігі бұл жоғарғы және төменгі қабақтардың негізін құрайтын қабақтық бөлігі парс пальпевралис. Егер осы аталған бұлшық еттерді алып тастайтын болсақ, көз ұясының медиал жағында тереңде орналасатын көз жасы бөлігі парс лакрималисті ажыратамыз. Енді көз ұя бөлігі парс орбиталис. Ол медиал жақта маңдай сүйегінің мұрын бөлігінен, содан және жоғарғы жақ сүйектің маңдай өсіндісінен басталады. Және медиал жақта медиалды қабақ байламы бар. Лигаментум пальпевралис медиалис. Содан басталады да көзді шеңбер тәрізді айналы орналасады. Осы жерге бекиді. Сондықтан бұл бұлшық ет жиырылғанда көз шарасының кіреберісін тарылтады. Көз шарасының тарылтады. Және бұл тағы жиналғанда маңдайдағы көлденең қатпарларды жоюға қатысады. Келесі бөлігі парс пальпевралис. Бұл жоғарғы және төменгі қабақты құрайды. Сондықтан оның жоғарғы және төменгі бөлігін ажыратады. Бұл медиал жақта медиалды қабақ бай лигаментум пальпевралис медиалистен басталады. Екеуі де екі қабақты жабады, латерал жаққа қарай жүреді. Латерал жақта лигаментум пальпевралис латералиспен бекитте аяқ осы жерде аралығында тартылып тұрады. Бұл бұлшық еттер жиырылғанда қабақты түсіріп көтеріп көзді жабуға қатысады. Келесі медиалды ең ішкі бөлігінде орналасатын бұл парс лакрималис. Бұл парс лакрималис медиалды көз шарасының ішінде орналасқан көз жасы сүйегінен басталады. Сөйтетте медиал жақта орналасқан көз жасы көлі бар. Соны екі жақтан қоршап орналасады да әрі қарай мускулус арбикулярис окулиге бітісіп кеткен. Бұл адамда көзді қараған кезде медиалды жағында әппақ болып көрініп тұратын бұл көз жасы көлі. Сол арқылы байланыстырады. Сонда бұл көз жасы көлін қысу және кеңейту функциясын атқарады. Сонда қандай қызмет атқарады? Ол үшін біз көз жасы аппаратын білуіміз керек. Кейін біз оған тоқталатын боламыз. Көз шарасының латералды жоғарғы жағында фосса лакрималис бар. Бұл жерде көз жасы безі орналасқан. Көз жасы безі 12-20 түтікше шығады да, ол қабақтың төменгі жағымен медиалды бұрышқа көз жасы көліне ағып келеді. Көз жасы әрі қарай одан жоғарғы және төменгі түтіктер шығады да, көз жасы қапшығына ағады. Көз жасы қапшығынан мұрынға қарай каналис, наза, лакрималис, мұрын көз жасы өзегі ашылады. Міне осы жердегі көз жасы, артық көз жасының мұрынға қарай өтуіне осы көз жасы аппараты ықпал етеді. Сондықтан бұл жерде көз жасының осы жүруін реттеп тұруға бұл бұлшық ет қатысады. Бұдан басқа, егер осы бұлшық етті тереңнен қарайтын болсақ, ең медиалды жағында тәкаппар бұлшық ет, мускулус процерус орналасқан. Мускулус процерус мұрын сүйегінің спина назалистен басталады да, жоғары жаққа қарай көтеріліп, вентр фронталиске қосылып кетеді. Бұл бұлшық ет жиналған кезде маңдайда көлденең қатпарлар түзейді. Келесі, бұл бұлшық еттің медиал латералды жататын, осы көз орбикулярис окулидің астында жататын қабақты түйетін мускулус коррugатор суперцилий бұлшық еті бар. Бұл маңдай сүйектің мұрындық бөлігінен басталады да, жоғары қарай көтеріліп, қас үсті деңгейінде теріде және вентр фронталиске қосылып кетеді. Бұлар жиналған кезде вертикальді қатпарлар түзуге қатысады.
Бұл айтылған бұлшықеттер көз айналасының бұлшықеттері болып табылады. Келесі мұрын айналасының бұлшықеттері. Мұрын айналасының бұлшықетінде екі бұлшықетті ажыратамыз. Оның біріншісі мінекей мұрын бұлшықеті және медиалды мына жерде мұрын пердесін төмен тартатын мускулус депрессор септиназиді ажыратады. Мұрын бұлшықеті. Мұрын бұлшықеті міне көрсетіліп тұр. Бұл жоғарғы жақтағы латералды күрек түспен ит тістің ұяшықты өсінділерінен басталады. Сосын жоғары қарай көтеріледі де екіге бөлінеді. Оның бірі мұрын қанатын орайды. Екінші, бұны сондықтан парс аларис деп айтылады. Екіншісі көлденең бөлік, парс трансверса. Бұл мұрынның арқасына келгенде, дорсумнаси деңгейінде қарама қарсы жақтағы дәл сондай бұлшықетпен қосылып кетеді. Бұл бұлшықеттер жиырылғанда мұрынды тарылтады. Келесі, бұл тереңде орналасатын мұрын пердесін тартатын мускулус депрессор септинази. Ол жоғарғы жақтағы медиалды күрек түстің ұяшықтық өсіндісінен басталады да жоғары көтеріліп, мұрынның шеміршекті пердесіне бекейді. Бұл бұлшықет жиырылғанда мұрын пердесін төменге тартып тұрады. Мұрын айналасында осы бұлшықеттерді ажыратамыз. Келесі ауыз айналасының бұлшықеттері. Ауыз айналасының бұлшықеттері өте күрделі, сондықтан ауыздан жоғарғы және төменгі орналасқан деп бөліп айтуға да болады. Ауыз айналасының бұлшықеттері. Бірінші ең үлкен бөлігі бұл ауыздың шеңберлі бұлшықеті. Мускулус арбикулярис орис. Бұл өте үлкен және мінекей қараймыз. Бұл негізі еріннің негізін құрайды. Бұның екі бөлімін ажыратады. Ең үлкен бөлігі парс лабиалис және жиектік бөлігі дейді парс маргиналис дейді. Бұл тері астында жатып, негізінен ерінді құрайды. Бұл бұлшықет жиырылған кезде ерінді алдыға қарай шығарады. Енді осы бұлшықеттен жоғарыға қарай біз келесі бұлшықеттерді ажыратамыз. Бүйір жағынан қарайтын болсақ, жоғарғы үлкен бет бұлшықеті, мускулус зигоматикус майор және мускулус зигоматикус мирна. Міне кіші бет бұлшықеті. Үлкен бет бұлшықеті. Міне бет сүйегінің латералды сыртқы бетінен басталады, төменге қарай созылады да, міне мускулус арбикулярис ориске қосылып кетеді. Және езуге қарай тартылады. Келесі кіші бет бұлшықеті. Кіші бет бұлшықеті, міне көріп тұрсыздар, бет сүйегінің алдыңғы жиегінен басталады, міне төменге қарай тартылады да мускулус арбикулярис ориске қосылып кетеді. Бұл бұлшықеттер жиырылғанда түсінікті, мынау үлкен бет бұлшықеті езуді жоғары және латерал жаққа көтереді. Ал кіші бет бұлшықеті ерінді жоғары қарай көтереді. Осы екі бұлшықеттің астында, тереңінде тағы екі бұлшықетті ажыратамыз. Оның бірі, мінекей, жоғарғы ерінді көтеретін бұлшықет, мускулус леватор лаби супериор. Бұл көз астындағы қыр, марго инфраорбиталистен басталады. Дәлірек айтатын болсақ, бұл жерде сүйекте біз оқып кеткен форамини инфраорбиталис бар, содан жоғары басталады. Сөйтіп төмен түсіп келеді, мускулус арбикулярис ориске қосылып кетеді. Бұның қызметі жоғарғы ерінді жоғары көтереді. Келесі тағы бір тереңде жатқан, міне көрсетіп отырмын, езуді көтеретін бұлшықет, мускулус леватор ангули орис. Бұл да осы бұлшықеттің астында тереңде жатады. Ол да форамин инфраорбиталистен төмен, дәлірек айтсақ, ит шұңқыры фосса канинадан басталады. Сосын төмен түседі, мінекей езуге келіп қосылады. Немесе езу дегеніміз, мінекей екі шеңберлі бұлшықетті міне қосылады. Нәтижесінде бұл езуді көтереді. Енді бұдан төменгі жағында қандай бұлшықеттер? Төменгі жағында езуді көтеретін бұлшықетке антагонез ретінде езуді төмен түсіретін бұлшықет. Мускулус депрессор ангули орис бар. Бұл төменгі жақтың денесінен төменгі жиегінен басталады, марго инфериордан жоғары көтеріледі, мускулус арбикулярис ористің бұрышқа қосылады. Нәтижесінде езуді төмен тартады. Осы бұлшықеттің астында талшығы қарама қарсы жаққа жүретін төменгі ерінді төмен тартатын бұлшықет. Мускулус депрессор лаби инфериор бар. Бұл да осы бұлшықеттің астында орналасады. Төменгі жақтың денесінен басталады, жоғары медиалды көтеріледі, төменгі ерінге қосылып кетеді. Яғни шеңберлі бұлшықетке. Нәтижесінде төменгі ерінді тартады. Ал енді оның астында талшығы мүлдем қарама қарсы бағытта жүретін иек бұлшықеті мускулус менталис бар. Бұл мускулус менталис
төменгі жақтағы ит тістің ұяшықтық өсінділерінен басталады. Сөйтіп төменге тартады да иек терісінде аяқталады. Бұл бұлшықет жиырылған кезде иектік қатпарды құрауға қатысады. Бұдан басқа ауыз айналасында тағы бүйір жағында көрінетін ең үлкен бұлшықет бұл мускус буксинатор, ұрт бұлшықеті. Бұл ұрт бұлшықеті үрмелі аспаптарда ойнайтын музыканттарда жақсы дамитындықтан бұны үрмелі бұлшықет деп те атайды кейде. Бұл тереңнен басталады. Жоғарғы және төменгі жақтың азу тістері, соның ішінде екінші азу тістер деңгейінде басталады. Және одан тереңде орналасқан рафе, птериго мандибулярстен басталады да, алдыға жаққа қарай тартылады да, мына қараймыз, ауыз аймағында жаңағы айтып өткен бұлшықеттерге қосылады, теріге және шышты қабатқа қосылып кетеді ауыздың. Себебі мускус буксинатор ауыз кіреберісінің сыртқы қабырғасын құрайды. Сондықтан бұл бұлшықет осылай. Бұдан басқа бетке орналасатын күлкі бұлшықеті деген бар. Бұл да тұрақсыз, мінекей тұрақсыз. Сондықтан бұл басталу негізінен мойынның мускус платизманың жалғасы ретінде басталады да, міне езуге қарай қосылып кетеді. Бұл ауыздың екі жағындағы вертикалды қатпарларды құрауға қатысады. Бұлшықеттердің дамуында білеміз. Бет бұлшықеттері миграцияланатын бұлшықеттерге жатады. Эмбригенезде солай. Мен оны дәрісте де айтқан болатынмын. Яғни бет бұлшықеттері мойыннан миграцияланған бұлшықет. Сондықтан ризорис осы даму кезіндегі миграцияланудың бір көрінісі деп айтуға болады.